алушының таңдау пәні бойынша оқу практикасы бүгінгі тақырып лексикологияны оқыту, яғни мемлекеттік тілде оқымайтын мектептегі қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі. Қазақ тілін оқытудың ғылыми негіздері мен қаруландыру, оның ішінде лексикологияны оқытуды өзіндік ерекшелігін меңгерту, түрлі әдіс тәсілмен тиімді жолдармен таныстыру. Ондағы біздегі мынадай міндеттер қарастырылады, яғни оқушының сөздік қорын байыту үшін тапсырмалар жасау, амоним сөздерге көп мағыналы сөздерді ажыратуға арналған тапсырмалар орындау, ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді қолдануға дағдыландыру және фразеологизмдерді игеру. Ең алдымен біз топқа бөлу үшін тақырыпты бастамас бұрын топқа бөлу керек. Сондықтан бізге Казтулс платформасы. Бұл жерде Казтулс деп интернетке жазасыздар. Сол кезде мындай генераторлар, боттар, тізімдер, QR-код деген тізбектер шығады. Соның астында Даниял, Әсем, Ақерке. Айгерім, Арайлым, Гүлназ, Айхан, Ақтілек. Яғни сіздердің сабақ жоспарларыңыз осыған сәйкес жасалады. Сіздер шифрды бәрін басқа жерден алмайсыздар, нақты осы заңға сүйеніп аласыздар. Ойлайсыздар ғой, КТП бәрі қайдан жасалады, қайдан алынады деп, осы заң бекітіліп отыр. Біз сіздердің алдарыңызда 8-ші сынып және 9-шы сыныптың оқулықтары тұр. Яғни бұл жерде түсініп тұрсыңдар ғой, иә? Енді бұл жерде біз қайдан білеміз мемлекеттік тілде оқымайтын мектепке арналған оқулық екенін? Ашқан кезде мына жерде жазылып тұрады түсіндірмесінде. Қазақ тілінен басқа тілде оқытатын, орыс тілін оқу, болмаса ағылшын тілін оқу базалық түрде түсіндірілген, базалық түрде. Біз қазір филолог мамандар сендер оқып жатқандардай, алар мемлекеттік тілде оқымайтын мектепте қазақ тілін оқыту үшін біздің тілді үйрету қажетпіз. Түсінікті ғой. Енді қазір не дамып жатыр? Жасанды интеллект, иә? Енді жасанды интеллектке байланысты, анимацияға байланысты Simple Show деген бағдарлама бар. Оны білетін шығарсыздар, иә? Simple Show деген береміз, өйткені бізге қазақ тілін не үшін оқу керек деген орысша сұрақ береміз. Сол кезде ол бізге видеоларды береді. Необходимо для работы образования и официального общения в Казахстане. 2. Культура и традиции, язык помогает глубже понять историю, литературу и национальные ценности. 3. Коммуникация. Знание казахского облегчает общение с носителями языка и расширяет круг общения. Тура бізде сондай бағдарлама бар. Бірақ ол бағдарлама бізде жапондық бағдарлама импетитбу. Іс-әрекетіне байланысты тілді үйретеді. Жапон тілін емес, ағылшын тілін. Ағылшын тілін үйретеді, көрген боласыздар, иә? Көргенбіз. Енді тура осыны қазақ тілін үйретуге ыңғайлы қылуға болады. Ол қалай? Мысалы, бұл бағдарламасы арқылы тура осындай тапсырма құрайтын боламыз. Оның негізінде біз осы оқулықтан кез келген тақырыпты алып, соған байланысты сөздерді пайдаланамыз. Яғни бұл бағдарлама қай кезде тиімді? Лексикалық тақырыпты өтіп, тірек сөздерді түсіндіруде, иә? Білесіздер ғой, кірт сөздер дейміз, түсініксіз сөздерді үйретуде бұл бағдарлама тиімді. Сондықтан осымен алдарыңызда тұрған компьютер арқылы жасасаңыздар болғаны. Енді келесі тапсырма бізде амоним сөздерді, көп мағыналы сөздерді, фразеологизмдерді меңгеру үшін тапсырма дайындадым. Ол қандай тапсырма? Яғни алдарыңызда берілген оқулықтағы қоңыр және ақ сөзіне байланысты фразеологизмдерді, көп мағыналы сөздерді және амонимдерді анықтау қажет болады. Сіздерге белгілі бір уақыт беріледі. Сол уақыттың аралығында сіздер осыған байланысты сөздерді құрастырып, вордқа теріп жазасыздар. Текст түрінде вордқа теріп жазасыздар. Ол вордқа теріп болған соң біз оны QR-кодқа салып, ақылды қалқа даярлаймыз. Ақтидарлы мемлекеттілік дәрежеде жақсы
Жақсы. Енді бұл жерде орналастырамыз әдебиеттің нормасына сай сөздер. Және қате қолданыстағы сөздер. Иә, оны сіздер білу керексіздер, балалар. Ал, кеттік. Үлкен рахмет. Қате қолданыстағы. Жұмыс жасау бұл қате, жаңағы айтылғандай дұрыс жұмыс істеу. Жалпы бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады, себебі бүгін біз өте көптеген жаңа платформалармен таныстық, жаңа әдіс-тәсілдерді үйрендік, сондықтан да бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Бүгінгі тақырып өте қызықты өтті. Бұл тақырыпты біз Кацлуц және импорт платформалары осы лексикологияны оқыту әдістемесін өттік. Лексикология тақырыбы қызықты өтті, өйткені осы тақырыпта біз әртүрлі бағдарламаларды игердік. Оның ішінде Кацлуц, Impossible және осы лексикология тақырыбында қолданылатын тағы да басқа сөздердегі салалар, яғни амоним, фразеологизмдер дегендей осы тақырыптарды біз игердік. Игеру барысында QR-кодтармен жұмыс істеу, сосын топқа бөлу әдістері өте қызықты. Сабағымызда өзінің соңына таяды. Бұл жерде оқу практикасында біз нені игердік? Лексикологияны оқыту арқылы жаңа Даниэл айтпақшы, басында Кацлуц платформасы арқылы топқа бөлу, сондай-ақ белгілі бір амонимдерді, көп мағыналы сөздерді, фразеологизмдерді ажыратуда QR-код арқылы тағы да Кацлуц платформасымен ақылды қалта жасау үйрендік. Яғни бірнеше QR-кодтарды шығарып алып, ақылды қалта даярлауға болады. Оның ішінде амонимдерді де, фразеологизмдерді де, түрлі лексикологияға қатысты өзінің салаларына байланысты жіктеп орнатуға болады. Одан кейін келесі бізде жаңағы Impossible бағдарламасы арқылы түйін сөздерді, түсініксіз сөздерді, яғни іс-әрекет арқылы, анимация арқылы, гиф арқылы көрсетуге болатынын ұқтық. Яғни біздің сөздік қорымыз оны түсіндіруге жетпей жататын болса, демек ол іс-әрекетті біз баланың көз алдына келтіре отырып, одан әрі оған түсінікті ететін болдық. Сондықтан да мен сіздерге платформаларды, басқа да нелерді беріп отырмын. Біз тақырып түсіндіріп отырған жоқпыз, түсінесіздер ме? Осы тақырыпты қалай үйретуге болады, қалай меңгертуге болады деген мәселенің басын ашып алып отырмыз. Қате қолданыстағы сөздер берілді, және біз оны дұрыс ажырата білуді үйрендік. Сөздік құрам дегеніміз, сөздік құрам дегеніміз не ол? Лексика. Бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сіздерді барлықтарыңызды 90А- деген бағаға бағалаймын. Жақсы, олай болатын болса, кері байланыс беріп өтсеңіздер, принтер әдісі бойынша жүзеге асады. Яғни бастысы жасылды бассаңыздар, оны мен түсіндім, ал сарыны бассаңыздар орташа деңгейде, және қызылды бассаңыздар мүлде түсінбедім деген кері байланыс жасалатын болады. Нұртайбек, тілеуге сенеміздер. Маған бүгінгі тақырып қатты ұнады. Мен осы сабақты түсіндім. Жақсы балалар, сабақ бүгін мақсатты жүзеге асырылды деген айтамыз. Барлық мақсатқа міндетке жеттік деген сенімдемін. Сондықтан да бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Білім алушының таңдау пәні бойынша оқу практикасының лексикологияны оқыту тақырыбы осымен аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.